Мамыр айының 10-нан басталған киіктердің жаппай қырылуы тоқтады. Бүгін дала тағылары қынадай қырылған 3 облыстан мұндай хабар келіп түскен жоқ. Бұл туралы Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы вице-министрі Ерлан Нысанбаев біздің арна тілшісіне берген сұхбатында мәлім етті. Сала мамандарының айтуынша, киіктер қырғынына пастереллез деген қорытынды шықты. Алайда пастереллез деген пәленің қайдан пайда болғаны әлі де белгісіз. Енді бұл мәселе халықаралық деңгейде зерттеледі. Бүгінгі Қостанай өңірінде Амангелді, Жангелді ауданының жерінде 81 мың киікті біз бүгін көмдік. Оның ар жағында Ырғыз районың маңайында Ақтөбе облысының о жерде 3380 бас бүгінгі көмілді. Ақмола облысында соңғы осы 4 күн ішінде біз 4200 бас жоғалтып алдық. Бүгінгі күнге нақты толық мағлұмат алдық. Нақты ауру ол пастереллез, бірақ сол пастереллездің сол үдеп кетуіне не себепкер болғанын бүгін біз бәріміз жабылып білуі тиіспіз.